Ержет Жарылқасын Қазақстанның 100 жаңа есіміне лайық тұлға. Жобаның өзектілігі бүгінгі таңда жастарға үлгі болатын нақты жетістікке жеткен замандастарды насихаттау қоғам үшін маңызды міндет. Ержет Жарылқасын жастарға мотивациялық үлгі және де отансүйгіш тұлға, еңбекқор спортшы, қоғамдық жауапкершілігі жоғары азамат. Әлеуметтік жобаның мақсаты Ержет Жарылқасынның қоғамдық қызметін әлеуметтік бастамаларға және ел дамуына қосқан үлесін кеңінен насихаттау арқылы Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына лайық тұлға ретінде таныту, жастарға үлгі ету және азаматтық белсенділікті арттыру. Шығармашылық жобаның міндеттері: тұлға өмір жолын зерттеу, Ержет Жарылқасынның қоғамдық әлеуметтік кәсіби жетістіктерін жинақтау арқылы жүйелеу және халық арасында ақпараттық насихаттау жұмыстарын жасау, бақ әлеуметтік желілер және білім беру ұйымдары арқылы тұлғаның еңбегін таныту. Жастармен кездесулер ұйымдастыру, мектептің оқушыларымен мотивациялық кездесулер және арқылы көшбасшылармен құндылықтарын насихаттау. Шығармашылық жобаның міндеттері: тұлғаның өмір жолын зерттеуші Ержет Жарылқасынның қоғамдық әлеуметтік және кәсіби жетістіктерін жинақтау, жүйелеу, халық арасында ақпараттық жұмыстарын жүргізу, бақ әлеуметтік желілер және бөлім беру ұйымдары арқылы тұлғаның еңбегін таныту. Жастармен кездесулер ұйымдастыру, мектеп оқушыларымен мотивациялық кездесулер арқылы көшбасшылық құндылықтарын насихаттау. Әлеуметтік әсерін талдау, оның бастамаларын қоғамға тигізген нақты нәтижелерді сипаттау, еріктілік, қайырымдылық, қоғамдық жобалар. Қоғамдық пікірталастыру, сауалнама, пікірталас, дөңгелек үстелдер арқылы спортшының ертес елге сіңірген еңбегін бағалау. Жоба нәтижесін рәсімдеу, ғылыми танымдық мақала бейнеролик немесе презентациясын әзірлеп, Қазақстанның 100 жаңа есімі талаптарына сәйкес ұсыну. Бала ержеттің болмысы: Ержет Жарылқасын 2000 жыл 26 тамызда Жамбыл облысы Абай ауылында дүниеге келген. Қарапайым отбасында дүниеге келген. Ол бала кезінде еңбекқорлықпен және тәртіпке тәрбиеленіп өсті. Мектептің қабырғасында белсенді, шымыр, спортқа бейім болып өсті. Дене шынықтыру сабағында белсенді, мектепшілік жарыстарға белсене қатысып отырды. Және де оның бойында ерте жастан жеңіске деген құштарлық байқалды. Ол бала кезінде ел мақтаныштары, атақты спортшыларға қарап, солар сияқты болуды армандады және осы арқылы спортқа деген қызығушылығын арттырды. Спортқа алғашқы қадам: Ержет Жарылқасын спортқа бастауыш сыныпта оқып жүрген кезінен келді. Оны 4-ші сыныпта спортқа ағасы алып келді. Сол күннен бастап оның өмірінде жаңа кезеңдер басталды. Оның ең алғаш жаттықтырушысы Нұркен Қырбасов жас баланың бойындағы икемділік пен шапшаңдықты және жеңіске деген құштарлықты бірден байқады. Алғашқы жаттығулар оңай болған жоқ. Таңертеңгі, кешкі және дене дайындығы, тәртіп пен төзімділік бәрі кішкентай Ержет үшін үлкен сынақ болды. Сол дегенмен ол ешқашан шағым айтпай, бар күшін салып жаттықты. Спорт оған жауапкершілік пен өзін бақылауды үйретті. Алғашқы аудандық жарысқа қатысқанда ол қатты толқыды. Сол жарыста ол қола медаль жеңіп алды. Ол бұл спорттағы алғашқы жетістігі болды. Сол сәттен бастап Ержет өзіне сенімді бола бастады және алдына үлкен спортшы болуды мақсат етті. Спорттағы алғашқы қадамдар оның мінезін қалыптастырды. Олар тәртіпке бағыну, жеңілістен қорықпау, үздіксіз еңбек ету және мақсатқа талпыну. Осылайша қарапайым ауыл баласының спортқа деген алғашқы қадамы болашақ чемпионның жолын ашты. Интернат кезеңі: 7-ші сыныптағы Ержет Тараз қаласындағы спорт интернатқа түсуге талпыныс жасайды. Басында салмағы жетпей ол түсе алмай қалады. Кейіннен қайта дайындалып, тағы барып ақыры қабылданады. Бұл кезең оның өміріндегі ең маңызды сынақтардың бірі болды. Спорт интернаттағы тәртіп пен ауыр жаттығулар оның кәсіби спортшы ретінде қалыптасуына негізін қалады. Осы жерде ол өзін нағыз спорт жолына арнайды. Халықаралық аренаға шығу: 2016 жылы Ержет алғаш рет халықаралық аренаға шығады. Тәжірибесі аз болғандықтан ол жүлдесіз қайтады. Бірақ бұл сәтсіздік оны қайта жігерлендіреді. Кейіннен жастар арасында Қазақстан чемпионатында жүлдегер атанып, халықаралық жарыстарға жолдама алады. Әр жарыс оның тәжірибесін арттырып, шеберлігін шыңдайды. Үлкен жетістіктер кезеңі: Ержет Жарылқасын 20 жасқа дейінгі спортшылар арасында Қазақстан чемпионы атанып, Азияның қола жүлдегері атанады. Солайша Болгарияда өткен халықаралық турнирде жеңімпаз атанып, бұл оның халықаралық деңгейдегі беделін арттырады. Ол 63 кг салмақ дәрежесінде еліміздің намысын лайықты қорғап келеді. Әлем чемпионатындағы тарихи жетістік: Ержет Жарылқасын Тиранада қаласында өткен чемпионатта финалға дейін барып күміс жүлдегер атанды. Бұл жетістік оның кәсіби спорттағы ең үлкен
белестерінің бірі болды. Сонымен қатар ол грек-рим күресінен 63 кг салмақ дәрежесінде әлемдік рейтингте бірінші орынға шығады. Солайша бұл Қазақстанның спорты үшін ең үлкен мақтаныш. Қорыта келгенде Ержет Жарылқасын тұлғасын Қазақстанның 100 жаңа есімде жобасына лайық деп тануға бағытталған. Бұл әлеуметтік жоба өзінің мазмұны мен маңыздылығына жағынан заманауи қоғам сұранысқа толық жауап беретін зерттеу барысындағы жүйелі жұмысы және азаматтық ұстанымы жан-жақты талданып, оның ел дамуына қосқан нақты үлесі айқындалады. Жоба нәтижелер көрсеткенде Ержет Жарылқасын тек жеке жетістікке жеткен азамат қана емес, сонымен қатар айналасында оң ықпал ете алатын, қоғам игілігі үшін еңбек етіп жүрген көшбасшы тұлға. Оның бастамалары жастардың еріктілік құндылықтарына қалыптастырумен ықпал етеді. Бұл қазіргі кезеңде аса өзекті бағыттардың бірі.